Анамның өліміне себепкер. Әкесі мен анасы қасында болса, бала үшін бұдан асқан бақыт жоқ. Шіркін, жер бетіндегі баланың бәрі бақытты болса ғой. Мен оқырмандарға өзімнің балалық шағым туралы әңгімелеп бергім келіп отыр. Бұл менің мұңым да, сырым да деп қабылдаңыздар. Біз отбасында 3 ағайындымыз. Менің алдымда әпкем бар. Өзімнен кейін інім бар. Біз кішкентай кезімізден өте тату өстік. Әкем аудан орталығында үлкен лауазымды қызметте істеді. Анам үй шаруасындағы қарапайым жан еді. Мен анамды қатты жақсы көрдім. Барлық бала анасын жақсы көреді ғой. Бірақ көпшілігіміз анамыз жанымызда жүргенде оның қадірін біле бермейміз. Мен анамның өмірден ерте кетіп қалғанына өкінемін. Бағып-қағып өсірген бала шағасының қызығын көрмей кеткені өкінішті. Қазір өзімде анамын. Бір қызым бар, жасым 23-те. Мен анамның 12 жасымда айырылдым. Бір күні мектептен келсек, үйдің іші толған адам. Бәрі жылап-сықтап, сабылсып жүр. Нағашы әжем бізді көре сала бас салып, жетімектерім-ай, құлыным, сендерді қалай ғана қиып тастап кетті деп боздап қоя берді. Інім екеуміз түкке түсінбей аңырап тұрмыз. Жан жағымыздан адам қаптап, туған туыстарымыз жиылып, олардың сөзінен анамыздың қайтыс болғанын естідік. Мен сол күні бірден бірнеше жасқа есейіп кеткендей болдым. Менен үлкен әпкем 16 жаста болатын, бірақ оның бала кезінен денсаулығы болмады. Туа бітті дертінен құлағы естімейді және тілінің мүкістігі бар еді. Әжем мен анамның әпкелері, әкемнің туыстары бізді құшақтап зар жылап жатқанда әкем бізге жақындай алмады. Оның жүзінде өкініштен бұрын қорқыныш, қобалжу басым болған секілді. Мен сол кездегі әкемнің күйін білмеймін ғой, бірақ қазір біраз шындықты білгеннен кейін оны жек көріп кеттім. Анам қайтыс болғаннан кейін бізді нағашы әжеміз бен атамыз қамқорлығына алды. Аудан орталығындағы үлкен үйімізден әжем бізді ауылға алып кетті. Әкемнің балаларымды өзім қараймын, ешқайда жібермеймін дегеніне қарамастан әжем бірден шешім қабылдады. Басқалары оған тіпті қарсы келе алмаған секілді. Әкемнің неге бізді әжеме оңай бере салғанын кейін түсіндім. Біз бертінге дейін әкемізбен араласып тұрдық. Ол анам қайтыс болған соң 2 жылдан кейін қайта үйленді. Бірақ бізге үнемі көмектесіп қарасып тұрды. Ол әжемнің үйіне келмейтін. Бізді бұрынғы үйімізге барған емеспіз. Ол бізге көбінесе мектепке баратын, киім-кешегімізді алып беріп, ақша тастап кету үшін кіріп шығатын. Кейде басқа біреулерден бізге анау-мынау беріп жібереді. Мен әжемнің әкемді жақтырмайтын сезетінмін. Бірақ әжем бізге ешқашан әкемізді жамандап, ол туралы бір ауыз жаман сөз айтқан емес. Бірақ есейе келе көрші әйелдердің, мамаңның әпкелерінің бізді сыртымыздан бұл жетімектердің көз жасы жібермейді әкелерін. Оңбаған Гүлмарияның түбіне жетіп тынды деген құлағым шалып қалатын. Гүлмария менің марқұм анам. Кейіннен қойырда қоймай әжемнен бар шындықты сұрап алдым. Өзім тұрмысқа шығар алдында әжем маған шындықты ашты. Менің анам әкемді өте жақсы көріпті. Тіпті ата-анасының, туған туыстарының қарсылығына қарамастан әкемен тұрмысқа шыққан екен. Әкем өте ауқатты отбасынан шыққандықтан нағашы ата-әжеміз қыздарын оған тең көрмеген. Құдалар өздерін менсінбейтінін, байдың баласы қыздарының қадірін түсіне алмайтынын сезсе керек. Анамның әкеме қосылуына қарсы болыпты. Алайда анам әкемнің етегінен ұстап кете барған. Әжемнің айтуынша, анам мен әкем үйленгеннен кейін бірнеше жыл балалы бола алмай қиналады. Анам қанша дәрігерлерге көрініп, бақсы бар балгерлерді араласа да бала көтере алмайды.
Амалы таусылғаннан кейін олар жетімдер үйінен бала асырап алуды ұйғарады. Сөйтіп менің әпкемді туа сала асырап алған екен. Мамам әпкемді өз баласындай бағып-қағып, оған барынша ана мейірімін төгеді. Бірақ асырап алған қыз баланың өсе келе дімкәс екенін біліп қатты қиналады. Әпкемді де қаратпаған дәрігерлері қалмапты. Сөйтіп жүргенде анам өзінің жүкті екенін біледі. Асырап алған балаға деген аналық мейірімі оянғаннан ба, өзіне де Алла нәресте сыйлайды. Отбасын құрғаннан 5 жыл дегенде дүниеге мен келіппін. Сол кездегі анамның қуанышын, бақытын көз алдыма елестетемін кейде. Менен кейін көп ұзамай інім дүниеге келген. Біз кішкене кезімізде өте бақытты, тату отбасы болдық. Анам мен әкемнің ұрысқанын ешқашан көрмеппіз. Анам әпкемді қолынан тастамайтын. Бізді жақсы көрсе де, ол үшін әпкемнің орны ерекше болды. 12 жасқа келгенше мен алаңсыз бала болдым. Мектепте балалардың алды болдық. Әпкем арнайы мектепке баратын. Інім екеуміз лицейде оқыдық. Жақсы оқып, өнерімізбен де көзге түсіп белсенді болып жүретінбіз. Мен анамның неге аяқ астынан қайтыс болғанын бой жетіп, ес білгенше білмедім. Бізге әжем анамды ауырып қайтыс болды деп айтатын. Кейін білгенім, анам өзіне өзі қол жұмсапты. Әжемнің айтуынша, анам әкемнің басқа елдермен қыдырғанын әбден қорланған көрінеді. Әкем лауазымды қызметте болған соң жұмыс басты болды. Бізге барлық жағдайды жасайтын. Сөйтсек, әкемнің ең үлкен кемшілігі анамның көзіне шөп салатындығы екен. Біз бала болғандықтан онысын білмедік. Анам да әкеме ешқашан кейіп, ренжігенін бізге көрсетпеген. Естуімше, әкем анам қайтыс болар алдында басқа елмен тұрып жатқан екен, ал бізге анда-санда келетін. Анам бізге әкемді үнемі жұмыста деп айтатын. Күйеуінің күйігінен анам өзіне қол жұмсапты. Байқұс анам-ай, жаны қалай күйзелді десеңші, іштен тына-тына әбден төзімі таусылған ғой. Жүйке жүйесі де сыр берді мекен. Бір-ақ күнде бізді тастап кете барыпты. Жаны жанатта болсын деп тілегеннен басқа қолымыздан келетін шара бар ма? Ал әкем болса өзінің отбасымен түк болмағандай өмір сүріп жатыр. Анамның обалына неге қалды екен? Мен әкемді ешқашан кешіре алмайтын сияқтымын. Балнұр, Аягөз қаласы. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Алланың берген аманатына қиянат жасамаңыздар. Бір-біріңізді сыйлап, бақытты ғұмыр кешуді Аллам нәсіп етсін. Алдын ала рахмет, каналыма тіркеліп, өзге де әңгімелерімді каналымнан тыңдай аласыздар.